10-ші unit time words. Time words дегеніміз уақытқа байланысты сөздер. Сол сөздерді үйренеміз. Time in relation to now. Уақыт қазіргімен байланысты дейді. Now means at this moment. Now деген сөзді қолдансақ, ол қазіргі моментті білдіреді. Дәл қазір деген сөз. Қазір деген сөз. Then means at another moment. Then дегеніміз келесі моментті білдіреді. Яғни қазір мынаны істейміз, келесі мынаны істейміз деген кезде now, одан соң барып келесі дегенде thenді қолданамыз. Then дегеніміз келесі. In the past or in the future. Ал then дегенді өткен шақта да, келешекте да қолданамыз. Себебі мен ананы істеген едім, одан соң бұланы істедім деп айтасыз, thenді қолданамыз. Келешекте де біз былай істейміз, келесі мынаны істейміз дегенде келесі шақта қолданасыз. Сонда келесі деген сөз then. Мысалға қазір сағат 10, it is 10 o'clock now. Now деп тұр, иә? Көрдіңіз ба? Дәл қазір сағат 10 болды дейді. I got up 2 hours ago. Мен 2 сағат бұрын оянған едім дейді. Ago деген осыдан алдын деген сөз. At 8 o'clock. Сағат 8-де. I'll eat lunch in 2 hours. Мен 2 сағатта түскі асымды ішемін дейді. 2 сағаттан кейін түскі асымды ішемін. Then it will be 12 o'clock. Ол кезде 12 болар еді. Одан кейін сағат 12 болады дейді. Then деген одан соң деген мағынада мына жерде. Енді for 2 years. Енді 2 жылдан бері for дейді. For a period of time. For'ды қолданамыз, және де бір уақытты қолданамыз. 2 years. 2 жыл бойы. Мысалға 1 ай бойы деді. For a month. 1 айға дейміз, е. 2 айға десек for 2 months. Сонда қанша уақытқа созылғанда біз for-ны айтамыз, е? Мынандай уақытқа деп. For 2 years, онда 2 жылға. From 1997 to 1999. 1997 мен 1998 жылға дейін. 1997 жылдан 1999 жылға дейін. Дегенде, мына екеуінің промежутокты біз мына from-ды қолданып тұрып. From 1997 to 1999 деп айтамыз. Одан кейін from екінші мысал from 2017 to 2019 дейді. Бұл нені білдіреді? Мысалға 2017-тен 2019-ға дейін 2 жыл, for 2 years, 2 жыл периодқа, a period of time. Сол период білдіреді мынау. For деген. Келесі, I lived in Brazil for 2 years. Мен Бразилияда 2 жыл өмір сүрдім дейді. I worked in Rio from 1997 to 1999. Мен Риода 1997 жылдан 1999 жылға дейін жұмыс істедім дейсіз. Сіз мысалға Шымкентте 5 жыл тұрдым дейтін болсаңыз, I lived in Шымкент for 5 years дейсіз. Ал мен 2000 жылдан 2010 жылға дейін жұмыс істедім десеңіз, 5 жыл дейік қой, 2000-нан 2005-ке дейін жұмыс істедік дейсіз, мысал үшін. I worked in Шымкент from 2000 to 2005. Мысал үшін. Енді last year, бұл өткен жылы, last week, өткен аптада, last Saturday, өткен суббота күні. Келесі next year, келесі жылы, next week, келесі апта, next summer, келесі жазда. So next деген келесі, last деген алдыңғы деген білдіреді. It is July now. Қазір July дейді. Бұл июль айы. Last month it was June. Алдыңғы айда ол июнь болды дейді. Қазір шілде, алдыңғы айда маусым болды дейді. Next month it will be August. Келесі айда август болады. Яғни тамыз айы болады дейді. Сонда last деген алдыңғы деген білдіреді, next деген келесі деген білдіреді. When we talk about time in general, we talk about the past, the present and the future. Біз жалпы уақыт туралы сөйлейтін болсақ, біз өткен шақта, қазіргі уақытты және келешекті қолданамыз. In the past, people didn't have computers. Баяғыда адамдарда компьютер болмады. Немесе бұрын адамдарда компьютер болмады. In the past деген бұрын, баяғыда деген сияқты мағынада, иә? Алдын, бұрын деген сөз. People may travel to Mars in the future. Келешекте адамдар Марсқа саяхаттануы мүмкін. In the future, келешекте деген білдіреді. I'll be with you in a moment. Момент ішінде мен сендерге қосыламын, мен сендермен барамын. In a moment дегеніміз аз уақытта, a very short time. Аз уақыттан сәлден соң сендермен қосыламын дейді. In a moment, сәлден соң. Jane is on the phone at the moment. Jane қазір телефонмен сөйлесіп тұр. At the moment дегеніміз қазір деген сөз. Немесе now деген қолдансақ та болады. Jane is on the phone now десек те болады. Бұл қазір деген білдіреді.
See you soon. Soon деген скоро, кейін кездескенше. See you soon, көріскенше деп аудара саламыз. Бірақ soon деген скоро, тез, жуырда, қазақша жуырда болады. In a short time, қысқа уақытта дейді. We met recently. We met recently дегеніміз мы встретились недавно. Яғни қазақша біз жақында кездестік. Recently деген жақында, иә? Көп уақыт өтпей, жақында кездестік. Недавно. Not long ago. Көп уақыт емес дейді, иә? Енді frequency adverbs. Frequency adverbs дегеніміз ол үстеулер, қаншалықты жиілікті білдіретін үстеулер. Мысалға, always, әрқашан болады. Usually, әдетте болады. Often, жиі болады. Sometimes, кейде болады. Now and then. Now, қазір, then, одан соң, деген қазір осы уақытта қолданамыз. Кейін occasionally, анда-санда дейді, not often, жиі емес, аз дейді, hardly ever, почти аз қолданамын дейді, rarely дейді, почти никогда, негізі rarely деген наяққа қою керек, hardly ever бұна жерге болады, never ешқашан. Сонда hardly ever, never дегеніміз, бұл почти ешқашан деген білдіреді, толықта ешқашан деген білдіреді, hardly ever тоже кейде ешқашанды білдіреді, кейде почти ешқашан, өмірінде бір рет ақ істеген сияқты нәрселер болады. It always snows in Canada during the winter. Канадада әрқашан қыста қар жауады дейді. Always, әрқашан. It often rains in Seattle. Seattleда жиі жаңбыр жауады. Often, жиі. The temperature in London hardly ever gets to 35 degrees. Almost never дейді. Почти ешқашан дейді. Көрдіңіз ба? Сонда Лондонда температура 35 градусқа почти жетпейді. 35 градусқа ешқашан жетпейді. Жеткен сәттер бар бірақ, немесе жоқ. It never snows in Singapore. Сингапурда ешқашан қар жаумайды. Never, ешқашан. Енді, note the use of a in these expressions of frequency. A деген артикл, бұл белгісіз артикл, соның қолданылуына көңіл аударыңыз дейді. Once дегеніміз бір рет. Once a week, аптасына бір рет. One time, бір рет дейді. Once дегеніміз бір рет. Аптасына бір рет десек, біз once a week дейміз. I go swimming once a week. Мен аптасына бір рет жүзуге барамын. Немесе I go swimming every Saturday десеңіз, мен әр сенбі күні жүзуге барамын. Twice дегеніміз екі рет деген сөз. Twice a day, күніне екі рет. I brush my teeth twice a day. Мен тісімді күніне екі рет жуамын. Three times a month. Three times a month дегеніміз айына үш рет. Once бір рет, twice екі рет, three times бұл үш рет, four times төрт рет, five times бес рет деп арғарап кете береді. Three times a month айына үш рет. I play soccer 3 or 4 times a month. Мен футболды айына үш немесе төрт рет ойнаймын дейді. 4 times a year жылына төрт рет. I see my uncle 4 times a year. Мен өзім дядямды жылына төрт рет көремін дейді. Мынау енді ағасы ғой, туысқан ағасы. Келесі жаттығуларды орындайық. Fill in the blanks with prepositions from A on page 36 дейді. Бұл жерде предлогтар 36 бет, 36 беттегі A-ден аламыз дейді предлогтарды. Яғни мына жерде now then, at дегенге көңіл аударамыз, from to дегенге көңіл аударамыз. It is July now, last month, it, next month, it деген нәрселерге көңіл аударамыз. In the past, in the future, in a moment, at the moment деген сөздерге де көңіл аударыңыз. Жақсы, енді осы сияқты предлогтарды бос жерлерге қойыңыз. Пауза қоямыз да дәптерге орнатаймыз. Мысалы үшін, in the past, Rosa worked in many different countries. Inді қойдық. Қалғанына ойланып сіз қойыңыз. Тапсырма орындадыңыз ба? Орындамасаңыз пауза басып орындап жүріңіз, себебі мен қазір жауабын айтамын. Жауабын айтайын. 2-ге for, 3 from, 4 to, 5 at, 6 for 2 more years дейді. Және де 2 жылға дейді. Келесі 17-2 тапсырма. Read the sentences and answer the questions. Мына сұрақтарға оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. Пауза басып жауап береміз. Жауап бердіңіз ба? Ал жауап берсеңіз енді жауап тексерейік. Peter will get his exam results very soon. Do you think Peter will get them next year, next month, or tomorrow? Probably tomorrow is the answer.
Second question, answer probably a week ago. Third, answer is in a few minutes. Түсінікті ма? Келесі видеоны үлгеремасаңыз, бірнеше рет тыңдап, қайта-қайта көрсеңіз түсініктірек болады, иә? Ары қарап жалғастырамыз. Are these sentences true about you? Мынау сөйлемдер сіз туралы шын ба, шын емес па? Міне. If not, write them out correctly. Егер де сіз туралы шын болмаса, оларды дұрыс қылып жазамыз. Adverbs of frequency дегендерді қолданамыз. Now, always, usually, often, sometimes, now and then, occasionally, not often, rarely, hardly, ever, never деген сөздерді қолданамыз. Пауза басып осы сөздерді жазып, сөздік кітаптеріңізге жаттап алсаңыз болады. Бірнеше күн қайталап, жаттап, есіңізде сақтап жүріңіз. Ал енді тапсырмаға көшетін болсақ, мына сөйлемдер өзімізге шақ келе ма? I always go swimming on Fridays. Осылай болса, қалдырамыз. Олай болмаса, оны дұрыстап жазамыз. Мысал үшін, бұлай емес, always емес, sometimes сол үшін, I sometimes go swimming on Fridays деп жаздық. Немесе, I often go swimming on Saturdays деп өзіміз туралы шын мәлімет жазамыз, иә? Пауза басып, осы мәліметтерді оқып шығыңыз, және өзіңіз туралы сөйлемдерді келтіріңіз. Орындадыңыз ба? Орындамасаңыз, пауза басып орындаңыз. Себебі жаттығу жақсы, жаттығу істемесеңіз есте қалмайды. Келесі, look at the table and make sentences using expressions like once a week, 3 times a month, etc. Енді мынау таблицаға қараймыз, және де бұл жерде мәліметті қолданып сөйлемдер жазамыз. Сөйлемдердің ішінде once a week, 3 times a month деген секілді тағы басқа да тіркестерді қолданамыз. Мысал үшін, John play tennis Mondays and Thursdays. Сонда John plays tennis twice a week. Дұрыс па? Аптасына 2 рет John теннис ойнайды. Енді practice the piano Saturdays дейді. Have a business meeting in Toronto the first Friday of every month дейді, иә? Келесіден Sally and Amy сол туралы мәлімет. Енді пауза басып, осылар туралы сөйлемдер келтіріңіз. Келтірдіңіз ба? Once a week деген сияқты тіркестерді қолдандыңыз ғой, қолданбасаңыз қолданыңыз. Орындадыңыз ба? Енді мен жауабын айтам. Егер де орындамаған болсаңыз, орындап алыңыз. Енді мен мысалдарды айтайын. John plays tennis twice a week. He practices the piano once a week and he has a business meeting in Toronto once a month. Келесі, Sally and Amy туралы. Sally and Amy play tennis 3 times a week. They practice the piano twice a day. They go to Toronto for a business meeting 6 times a year. They have a business meeting in Toronto 6 times a year. Осы сияқты қылып сөйлемдер келтіру керек еді. Жақсы, сіз дұрыс істеген болсаңыз, тамаша. Келесі, write a paragraph about your own life using as many as possible of the words and expressions that we learned in this video. For example, you can start like this. I usually get up early. I always have a cup of coffee in the morning, and so on. Okay? Енді пауза басып, өзіңіз туралы бір параграф сөйлемдер жазыңыз, е? Жақсы, онда осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.